бүгін дүйсенбі және ертең түске дейін біздің айымыз егіз белгісінде тұрады. Белгімізге қарамастан бір кез келген нәрсенің екі жағынан қарай алатын, адамдармен бейімделгіш, тіл табысқыш, көп бір сөйлесу, ақпарат, сондай кезең болады. Және жүйкемізге салмақ түсу, шаршау, ары-бері жүгіру, ол да болуы мүмкін. Себебі Марстың Меркурийменен бірігу аспектісі болып тұр. Немесе өсек аяң да естуіміз мүмкін, немесе кейбір адамдарда конфликті де болуы мүмкін. Көп вариант айтамын мен әртүрлі, себебі әрқайсыңыздың әртүрлі салаңызда болады. Құжат тапсыруға барлығына өте жақсы уақыт, сауданың дамитын уақытысы деген сөз. Және бүкіл осы аптада тұратын кешеден басталған 19-20 нақты күні Марстың Сатурнмен бірігу аспектісі болып тұр. Бұл не? Бір маңызды жоспар, маңызды бір емделу, үлкен тексеріс, немесе үлкен құжат тапсыру, бір жылжитын жылжымайтын мүлік сатып алу, немесе бұл үйіңіздің үлкен жөндеу жұмысын бастап кету, немесе үйіңізде бір дастархан басында, немесе коллективте бір талқылау болуы мүмкін, үлкен ақшаны не істейміз енді дегендей, бір маңызды соған бір қимыл жасау, және бұл 2,5 жылға созылатын аспект. Бір нәрсенің бір сүйегін құрау. Мен үнемі видеоларда салып жатырмын, бір отты энергия, еш нәрсені күтпей бір тез іс-әрекеттер жасау. Тіпті ары қарай не боларын білмейміз, бірақ бір қимыл жасап кету. Еш нәрсені күтпеу аспектісі бұл. Әрине бұл көп адамдарда бір алысқа жоспар құрып, соның соңына дейін бір істі бастап аяқтай алатын адамдар. Міне, бір шыдамдылық таныта алатын адамдар. Немесе мойнына бір жауапкершілікті арта алатын адамдар. Міне, сіздер осыны сезінесіздер. Ал бір ұзаққа бір шыдамдылық танытамайтын адамдар болсаңыздар, онда бұны сезінбейсіздер. Себебі сіздерде жоспар жоқ. Осыны көрсетіп тұр. Бұл бір адамдардың емдеу саласыңызда болады. Бір адамдардың бір жаңа айттым, үлкен құжат тапсыру, тест экзаменін өту, үйіңіздің бір жөндеу жұмысын бастап кету, немесе үйіңізде бір той томалақ болуға дайындық болуы мүмкін, балаңызды үйлендіру, қызыңызды ұзату деген секілді. Ал кейбір адамдарда бір үлкен маңызды бір бизнес, жоспар ашу, сауда, осындай болуы мүмкін. Әрқайсыңыздың әртүрлі салаңызда болады. Өте маңызды аспекті осы. Бірақ бұл жерде бір қиыншылыққа төтеп берулеріңіз керек. Ойыңызға жауапкершілікті артуыңыз керек, оңай болмайтын көрсетіліп тұр. Себебі соның бір бастамасы, әлі білмейсіз алдыңыз, бірақ ішіне кіріп, одан соң ары қарай көре берем деп бір нәрсені әйтеуір бір стартте бір қадам жасауыңыз керек. Осыны сезінесіздер. Бұл жерде бір үлкен еңбекқорлық танытуыңыз керек, немесе үлкен шыдамдылық танытуыңыз керек. Әрі бұл жерде Сатурн аспектісі тұр, Марспен бірігу, сондықтан осы бір үйіңіздің бір тазалауы болуы мүмкін, үлкен жөндеу жұмысы болуы мүмкін, немесе бір далаңызда, үлкен қазір көктем уақытысы ғой, бір егін егу, мал шаруашылығы, немесе бір ағаш егу, тазалау, реттеу, өрттеу. Себебі бұл аспекті бір үстіңізден бір плитаны, бір ауыр цементті қойып қойғандай, бір сол арқылы бір шашауыңыз керек, былайша айтқанда. Немесе бір спортқа қатысасыздар, немесе бір үйіңіздің үлкен жөндеу жұмысы, тазалық, сыртты бір реттеу, сонымен айналысасыздар. Әйтеуір бір денеңіз ауырып, шаршап, бір сондай халде кешесіздер деген сөз. Ал кейбір адамдарда бір денсаулық салаларыңыз арқылы бір бұрынғы бір ауруларыңыз шығуы мүмкін, сүйек, қаңқа, тіс, бел, тізе ауыратын адамдар көбірек осыны сезінесіздер. Немесе бір емханаға көріне бастайсыздар. Бір соңында бір қозатын уақытысы болады. Немесе бір қатаң адамдар, бір тіке, шындықты қалайтын тіке адамдарды көбірек кездестіресіздер, немесе өздеріңіз сондай жанға айналасыздар. Болды, көп сөздің қажет жоқ, бір нәрсені жасайық дегенде бір шыншылдықты қалайсыздар, және іштегі бір шын жан сырларыңызды жеткізесіздер. Бұрынғы өкпе, реніш, кек барлығының шығатын уақытысы болады осы уақытта. Және бұл жерде ешкімнің көңіліне қарамайды, кәдімгідей бір шынайылық, тікелік көп болатын болады. Әрі тез іс-әрекеттер кезеңі болады деген сөз. Және конфликтілер де болады. Бір істер алға жылжу үшін бәріне үлгеру керек, жасау керек. Ондай кезеңде бір адамдармен келіспей қалушылық та болады деген сөз. Осы аптада осының барлығы бар. Және
Осы уақытта байқаңыздар, қазір немен айналысып жатсыздар, немесе не құжат тапсырғыларыңыз келіп жатыр, немесе қандай бір тазалық реттеу болып жатыр. Осының барлығы құрдан құр емес. Бұл сізге анау 9-10 жылға әлі қызмет қылатын болады, осы уақытта бастаған істеріңіз, немесе алған емдеріңіз, немесе осы уақытта бір кіріскен бір кредит, немесе бір сатып алу, қағаз, құжат, үйіңізде бір талқылауларыңыз. Және айттым жаңа, бір үйіңізде, бір сіздің қасыңызда бір қатал адамдар пайда болуы мүмкін, немесе өзіңіз сондай жанға айналасыз. Бір нәрсенің мойныңызға жауапкершілікті артып, соның соңына дейін бір жеткізулеріңіз керек, қиын болса да. Енді мына 22-сі сейсенбі түстен кейін біздің айымыз орнын ауыстырады. Ай шаянға өтеді. Енді белгімізге қарамастан барлық адамдар осы 22-сі сейсенбі түстен кейін және 23-і ай шаянда тұрады. 24-і түске дейін. Бұл уақытта біз енді бір адамдармен, бір семья, отбасы, жанұя, әулет, соның ісімен айналысамыз. Немесе бір үйімізді сәндеу, үйімізді тазалау, реттеу, бір үй жұмысы, немесе семья, отбасы, әйтеуір бір көпшілікті қаламаймыз. Жанымыз бір оқшаулықты қалаймыз. Бір ішкі сезімдер, емделу, немесе рухани ізденіс жасау, балаларымызға, семьямызға көңіл бөлу, немесе бір дастархан басында кездесу, талқылау, үйімізге сатып алулар жасау кезеңіміз болады. Оның үстіне 20 сәуір біздің күніміз торпақ белгісіне өтті. Енді материалды дүние маңызды болады алдағы бір айда. Бүкіл торпақтар туған күнін атап өтетін болады. Туған күндеріңізбен келіп жеткен. Бүкіл адамдарға қатысты ақпаратты айтып отыр. Енді бір сатып алу, ақша, алименттер, кредиттер, міне әйтеуір пайдалы нәрсені ойлану маңызды болады біздің өмірімізде. Комфортты өмір, әдемі ас дайындау. Мына біздің айымыз шаянға өтті деді ме, бір ішкі сезімдер кезеңіміз болады. Бір адамдарға өкпелегіш боламыз. Әсіресе 23-і бар осы аспекті, 22-сі түстен кейін бір адамдармен конфликтіге келу, сөз арқылы ешкім бір сөзін көтере алмаймыз, болмаса маған сонда не айтқым келіп тұр дегендей бір жаңағы сезімтал боламыз, бір жылағымыз келгендей боламыз. Осындай кезеңдерді де өткереміз. Және 23-і, 24-і, 25-інде Венераның Уранмен бірігу аспектісі бар. Бұл не дейді? Бізді бір таң қалдыратын аспекті бұл. 23-нен 24-не қараған түнде бар осы аспекті, бірақ 23-і, 24-і, 25-інде де осының әсер ету аймағы бар. Бір табан астынан жаңалық келуі мүмкін, звонок келуі мүмкін, табан астынан бір ой, инсайт, идея келуі мүмкін, немесе бір түс көруіміз мүмкін, кәдімгідей бір шындықты көрсететіндей алдымызда. Немесе бір күтпеген жерден бізді бір сүйгеніміз таң қалдыруы мүмкін, немесе біз өзгені, сыйлық келуі мүмкін, бонус, ақша түсуі мүмкін, өзіміз күтпеген бір қарзымыз қайтарылуы мүмкін, немесе бірден бір адамдар келуі мүмкін, бірден бір жаққа шығып кетуіміз мүмкін. Әйтеуір бір ситуациялар табан астынан бір өзгеріске түсетін аспекті бар осы 23, 24, 25-інде. Бірақ ескертетін жағдай ол Венера мен Уран біріккенде, бұл жерде бірігу болып тұр, екі жағында беруі мүмкін. Жағымды да, жағымсыз да болу. Бір жерді аяқтау, жабу, кесу, нүкте қою, көзіміз ашылу, маскалар шешілу, күтпеген жерден жаңағы бір адамдардың бір оқиғасына біз тап болуымыз мүмкін, болмаса. Немесе бір жерлерді жауып, аяқтап, бірден көшіп кетуіміз, бірден бір жұмыстарды жабуымыз, ол да болуы мүмкін. Немесе бір ақпарат келуі мүмкін. Кейбір адамдарда бір жаңа технология сатып алу, ол да болуы мүмкін. Тағы да бұл аптада енді 24-і және 25-і, 26-сы, жұма, сенбі, жексенбі біздің айымыз орнын ауыстырады. Ай Арыстанға өтеді, от белгісіне. Енді жанымыз оқшаулықты да қаламайды. Алдыңғы 2 күнде шаянда тұрды, бүкіл адамдар жанымыз бір тек семья, отбасымыз, сүйгенмен уақыт өткізу, ұйқымыз келіп, немесе бір телесериал көріп, бір семьялық, отбасылық, ешқайда асыққымыз келмей, сондай халде болған. Және дүйсенбі, сейсенбі
ай егізде болды, общение, контакты, бір орында отыра алмай тызылдап, сондай энергияда болған. Енді мұның барлығы қойылады. Енді 24-нен бастап, жұма, сенбі, жексенбі ай арыстанға өтті, оттай жанғымыз келеді. Халықтың бір алдына шығу, немесе бір қымбат бір заттар сатып алу, немесе бір балаларымызбен уақыт өткізу, бір романтикалық бір сезімдерді өткеру, кездесуге бару, бір танысулар, немесе бір өзіміздің жанымыздың бір қалауымен айналысу, спортпен айналысу, бір әйтеуір бір өмірден бір қуанышты алғымыз келеді ғой. Бір секіріп, қуанышты, бір романтикалық кезеңді өткергіміз келеді. Қымбат бір заттар сатып алғымыз келеді, көп ақша жаратқымыз келеді, бір сый құрметке ие болғымыз келеді, немесе бір қып-қызыл бір киімдермен шыққымыз келеді. Бір осындай кезеңді өткереміз жұмадан бастап. Оның үстіне тура демалыс уақытына да сәйкес келеді. Және ай арыстанда тұрған уақытта біз көбінде бір балаларымыздың ісімен де айналысамыз. Балалар тақырыбы алға шығады. Немесе солардың бір өмірінде маңызды оқиға болады. Немесе бір алыстан бір балаларымыз келіп, үйімізді жарық нұртай қылып, бір жарық қылуы мүмкін. Немесе бұл кейде бір сүйгенімізбен уақыт өткіземіз, көп қуаныштар келеді. Әрі тағы да ескертетін, мына 23-нен 24-не қараған түнде бір көп сөйлесу, әңгімелесу, бір кейбір адамдар бұны ұйықтап жатып сезінбеуі мүмкін, түнде болады ғой, кейбір адамдарда бір көп жұмыс болуы мүмкін, 23-нен 24-не қараған түнде. Көп жұмыс жасауы мүмкін. Немесе көп бір жөндеу жұмысы болуы мүмкін. Немесе көп бір жаңағы телефон арқылы бір ақпарат сөйлесу болуы мүмкін кейбір адамдарда. Немесе кейбір адамдарда бір дастархан басында, немесе баламызбен, қызбен ана ортасында, баламен ата-ана ортасында бір таңға дейін сөйлесу, әңгімелесу, немесе бір ақпараттар алмасу, ол да болуы мүмкін. Әсіресе мына 25 мен 26-сында сезінеміз, сенбі, жексенбі. Меркурийдің Юпитермен жағымсыз аспектісі бір туыстармен ортада, немесе баламызбен ата-ана ортасында келіспей қалушылық, ол да болуы мүмкін. Әркіме өзінің жаңа көрпесін өзіне қарай тартады. Әркім өзінің пайдасын ойлағандай. Немесе бір өзінің пайдасын ойлаған бір адамдардан ұсыныс түсуі мүмкін. Сенің жағдайыңды ойлап жатырмын деп, бірақ артында өзінің пайдасы жатады. Немесе бір туыстар ортасында келіспей қалушылық болуы мүмкін. Немесе коллективте дегендей, ол да болуы мүмкін. Бір ақшаға қатысты, немесе бір сезімге қатысты бір талқылау осы жерде. Немесе сөйлесу, әңгімелесу, ақпарат, немесе звонок 25-26-сында бар. Әркім өзінің ойын дұрыс деп бір санайтын аспекті. Немесе бұл кейде бір жаққа шығып, қайтадан үйімізге оралу, бір жоспарымыз өзгеру, ойымыздағыдай болмау, немесе ары бері жүгіріп бір шаршау, бір негізгі бір ісімізді жүзеге асырайық десек, бір туыстарымыз хабарласып кетуі мүмкін, ортасында сөйтіп басымыз ауырып шаршау, ол да болуы мүмкін. Бұндай аспектінде білдіреді кейде Юпитер аспектісі. Немесе кейде бұл бір жаңа көп ақша жаратып, оған бір көңіліміз түсуі, ол да болуы мүмкін. Және 26-сы жексенбі күні, 26-шы сәуір жексенбі күні ең маңызды тағы да бір оқиға бар. Ол Уран аспектісі. Уран өзінің орнын ауыстырады. 7-8 жыл өзінің кері бұрылысымен қосқанда торпақ белгісінде тұрған. Бұл деген не? Астрологияны түсінбейтін адамдарға. Бұл деген осы уақытқа дейінгі біздің тұрақты деген өмір өзгермейді деген тұрақты өміріміздің аяғымыздың астының кетуі, былайша айтқанда. Әлемдегі бүкіл ақшаның құнсыздануы, өмір өзгермейді деген тұрақты өміріміз, мына соғыс оттарының өршуі. Біз осы жағдайларды күтпедік қой, осыдан 7-8 жыл бұрын. Себебі осы Уран біздің өмірімізді өзгерту аспектісі торпақ белгісінде тұрған. Астрология тілі бойынша торпақ белгісі біздің бүкіл материалды дүниеге жауап береді. Әлемдегі тұрақтылыққа, ақшаға, барлығына. Міне, Уран осы жерде тұрды, үстін астына шығарды. Себебі сол арқылы бір үлкен өмірде бір жаңару процесі болу керек. Енді осы Уран 2018 жылдан бері торпақта тұрып, енді егізге өтеді. Бұл жалпыға қатысты ақпарат, тек торпаққа емес. Енді бүкіл біздің әлемдік бір өзгеріс болатынын көрсетіп тұр. Енді бұл уақытқа дейін материалды дүние маңызды болатын болса, бүкіл әлемде немесе бір тұрақты
материалды өмір өзгермейді деген, немесе бір байлық маңызды болатын болса, былайша айтқанда бір ауызбен, енді ақпарат алмасу, адамдармен сөйлесу, немесе бір жаңа технологиялар, білімдер, интеллекті, міне құндылыққа осы ие болады. Міне осы жерде үлкен қопарылыстар осы жерде болады деген сөз. Уран себебі егіз белгісіне өтеді осы 26 сәуірден бастап. Үлкен ұлы өзгерістің бастамасы. Және осыны біз де байқай бастаймыз. Бірден атмосфера өзгергендей болады. Бір құндылықтарымыз өзгереді ішімізде. Ал енді 26-сы жексенбі уран аспектісі бар екен. Әсіресе 25-іне 26-сына қараған түнде, сенбіден жексенбіге қараған түнде аспекті бұл. Бір жайсыз ұйықтап шығуымыз мүмкін, немесе бір денсаулығымыздың сыр беруі, немесе түнде бір көршілерден бір айқайлаған дауыстар естуіміз мүмкін, кейбір адамдарда тарс-тұрс еткен дауыс естуіміз мүмкін, немесе бір түс көруіміз мүмкін, немесе үйімізде бір су трубалары жарылу, немесе бір техникалар істен шығу, бұл да болуы мүмкін, немесе бір тосынсый жаңалық, звонок келуі де мүмкін. Неге? Себебі бір кішкене осы жерде уран аспектісі бар. Әрі осы 26-сына айымыз орнын ауыстырады. Енді бүкіл адамдар ай бикешке өтеді. Енді тазалық, реттеу, тек пайдалы нәрсемен айналысу, сезімге берілмеу, үйдегі өртейтінді өртеу, тазалау кезеңіміз болады деген сөз. Тіпті жексенбі болса да, мүмкін бір үлкен үйімізде бухгалтериялық бір құжаттарды барлығын қопарымыз мүмкін, материалды дүниеміз, ақшамыз қанша, оны бір есептеуіміз мүмкін кейбір адамдарда. Және комментарийдің астына жазып өтіңіздер, кімде маңызды Сатурнның оқиғалары болып жатыр. Жаңа мен айтқандай, бір өмірдегі бір өте бір маңызды бір құжат, немесе бір жөндеу, жылжитын жылжымайтын мүлік, бір соған бір жасау керек екеніңізді өзіңіз бағамдап отырған, немесе ниет қылып отырған, немесе бастап кеткен. Және уранның аспектісін жазыңыздар. Мына уран аспектісі 23, 24, 25-інде бар дедім. Бір таңғалдыратын, күтпеген жерден адамдар келу, оқиғалар келу, ақшалар келу, бір жаққа шығып кетулер деген секілді. Және қара ай аспектісін жазыңыздар. 23, 24-інде бар. Ішіңіздегі бір сырыңызды шығару, айту, өкпе ренішіңізді жеткізу. Немесе бір түсініксіздеу бір оқиғаларға тап болып, іші бос болатын бір адамдардан бір ұсыныстар келу, немесе сіздің тарапыңыздан деген секілді аспектін жазыңыздар. Мықты апта болсын баршаңызға, сау болыңыздар. Маған лайк басушылар, комментарий жазушылар, барлығыңызға рахметімді айтам. Себебі осыған қарай мені YouTube өзгелерге көбірек көрсетеді. Сондықтан комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, сау болыңыздар.